Енді қазір бейресми сарапшылар Путин өлер кезінде өліп бара жатып тактикалық атомды қолдануы мүмкін дейді. Мен өз басым оған сенбеймін. Бірінші, тактикалық атом бомбаны Путин қолданады деп қорыққан батыс, егер өздеріне сенімді болмаса, Украинаға қаруды Ресей жеріне қолдануға рұқсат бермейтін еді. Яғни, Еуропада, Америкада Путин атом қаруын қолдана алмайды деген сенімге қол жеткізді. Сондықтан Путин қолдана алмайды. Ал егер тактикалық, яғни кіші көлемдегі атом қаруын Украин жеріне жарса, немесе Курскіге басып кірген Украинның әскерлерін 12.000 әскер басып кірді деді, соған атом қаруын қолданатын болса, онда оның радиациясы бәрібір Еуропаға барады. Ал оның барлығы Еуропаны тыныш қоймайды. Сондықтан әлеуметтік желіде қазір кейбір Ресейден қорқуды үгіттейтін батыстық саясаткерлер бар. Ай, сол сөйтеді ау, ай, сол бүйтеді ау деген үрейді тағы да гулетіп жатыр. Ол да шындық. Енді қызығы 12.000 әскер дедік, енді бір ақпарат. Зеленский 74 елді мекенді басып алды деді ғой. Енді қазір бұл жаңағы 17-ін қоссаң 80-90-нан асып кетті бүгін енді. Ертең мүмкін 90-ға жетіп қалуы мүмкін. Енді Украинада анашаға рұқсат берді. Кәдімгі шудың қалқаның құлағы елең ететін шығар. Анаша дейтін зат бар ғой. Анаша, марихуана. Украинада соған рұқсат берді. Қандайға рұқсат берді? Медициналық мақсатта қолдануға. Білесіздер, Американың кейбір штаттарында, мысалы Нью-Йоркта анаша. Нью-Йоркқа алғаш келген кезде, басым айналатын анашаның иісінен. Метроның алдында, метроға кіретін бекеттерде, паркте рахаттанып жүрсең анаша. Өткенде бір тауға шығып жүрдім, о кезде Нью-Йоркте, қазір Нью-Йоркте емеспін. Таудың басында жаңағы тауға шығып, біз құса биік шоқыларға шығып жүрген елде анаша шегіп барады ғой. Отыра қап демалып анаша шегеді. Басым айналатын. Мен ана иіске, темекінің иісіне аллергиям бар ғой менің. Барлық сондай иіс нәрселерге аллергиям бар, жаңағы. Шыдамайым сасық иістерге. Сонда қазір міне бәлен жыл өтті. Бәлен жыл өтті. Тұмсық үйреніп қалды. Мысалы, республикашылдар анашаны заңдастыруға қарсы, байденшілдер рұқсат береді. Украинада енді медициналық бағытта рұқсат берді. Енді қазір тағы бір ақпарат, Курск облысының Короново елді мекенінде сосын Ресейдің бір әскери базасы талқандалды. Ол тура сол Курскінің Рыльск дейтін ауданда екен. Бұл жерде тағы бір қызық жағдай, Курскіде бұл 102 адам тұтқынға берілген ғой. Соғыс тарихындағы бұл бір жылда 102 адам тұтқындалған. Ал бұл 102 адамның тұтқындалғаны, олар өте керемет жабдықталған жер астындағы әскери база екен. Тамақ бәленайға жетеді. Су құбырлары жасалған құпия. Жаңа энергия көз жетеді, қару жарақ жетеді. Олар сол жерде жатып, кәдімгі біраз уақыт соғыс алатын, тіпті бәленбай кедергі келтіре алатын күші бар екен. Украиндар тімістілеп жүріп тауып алған. Демек, орыстың ішкі жағынан оларды қалай басып алып, отырған орнында бас салып ұстаған. Қазір енді әлеуметтік желіде мына TikTok армиясы деп бүкіл дүниеге масқара болған шешендердің әскерінің тұтқындалып, жаңағы олар шешендерді білесіз ғой, мына мұрын дыбыстар көп. Кавказдықтарда мына мұрын дыбысы өте көп. Мұрындары қоқиып, біз мұрынды тыныс алуға қолдансақ, олар мұрынмен дыбыс шығаруды пайдаланады мұрында. Бізде мұрын дыбыс аз ғой. Сөйтіп аналардың мүңкілдеген мұрын дыбыстары менен орысша сөйлеген шешендерді сөйлетіп видеосын салып жатыр. Бұғанға дейін анау есірік шешендер TikTok'та аты шуледі. Бүкіл дүние оларды TikTok армиясы дейтін. Оларды TikTok армиясы. Өтірік әскер жоқ.
пулеметті алып жаңағы ғимаратта тағы онысы білініп қалады ол видеолардың. Сақалдары былай келген, ол сақалдар қурап жаңағы жүн болып кетіп кеткен, кер деген көздерін өңкей жаңағы Американың ана супер батырлары киіп алатын бір қырлы көзенектер бар ғой, битіп тұрған көзенектер, неше түрлі. Соны киіп алған, шертиіп тұрған өздері. Сондай сасық көкіректе жек көрем бар ғой, сөздің шыны бар ғой. Жек көрем мен соларды. Ана кекірейіп тұрған, шердеңдеген, ана видеоларын көрсем құсқым келеді. Талай ана өтірік, жау жоқ, өз ана ең қираған құрылыстарға пулеметтерін сақылдатып сақ еткізіп атып, онысын тиктокқа салып, енді бүкіл дүние оларды шешен армиясы демейді, тикток армиясы дейді. Ахмат армиясы, Ахмат Шай деп қояды оларды. Ахмат Шай деген енді ана Англияның шайы бар ғой, Ахмат Шай деген. Сөйтіп, сол шешенде тұтқынға түсіпті. Олар Курскіге кіргенде қашқан ғой бірінші. Сол қашып бара жатқан жерінен украиндар алдын орап келіп тұтқындап, көздері бірақ скотчтап, қол аяқтарын аяғын байлап, мыңқылдатып отырып, әлгілер сөйтіп, біреусі үндеу тастайды. Дорогий, кім еді? Шешеннің есегінің аты кім еді? Рамзан Кадыров бізді помогите құтқар деп. Неге? Рамзан Кадыров бұғанға дейін тұтқынға түскен шешендерді сатып алып отырған. А ол сатып алған Украинаға ақша ғой. Бір шешен берем, давай сен оны Украинды босат, және үстіне ақша бер. Рамзан Кадыровқа сөйтіп өзін шешендердің алдындағы лидерлік образ қалыптастыру керек те, мен өзім бір жаңағы мен тышқағылағымды қасқыр қалдырмайтын кереметпін дейтін мақтан керек те. Бұлар жаман енді показуха, бөспе, мақтан қатырады да. Енді мақтан, показуха, кергеңдеу, есіріктеду, сас көкіріктеду де осылардың алдына шығатын ел жоқ. Асы шәртең етіп ана шалдар енді, шал болып кеткен ғой, сақалдары қудай болып ағарып кеткендер, көздек мынандай көзенек тағып алған, тура Американың ана фильмдеріндегі, ана мультфильмдердегі бір сұмдық қырлы көзенектерді тағып алады өздері, шертиіп тұрған тұрыстар, автомат ұстап алып. Бірақ тұтқынға түсіпті міне. Масқара болып жатыр. Енді біраз дүниенің арты ашылып жатыр ғой. Құдай енді жақсылыққа бұйырсын, енді осының қайырын қазаққа несіп қылсын, қайырын қазаққа несіп қылсын. Әр нәрсе болады, соның қайырын бізге несіп қылсын. Біраз әңгіме айттық ау деймін. Нижегородск облысындағы Савслейка авиабазасында жарылыс болған 10 шақты рет. Ол жерде Ресейдің атақты Су-31 ұшақтарын тұрады екен. Енді сол жарылыстан әлгі ұшақтар да олардың ұшаққа тие болатын зымырандары да болған ғой, қысқасы. Орожный әуежайында да жарылыс болған. Орожный әуежайына Украинада 50 дрон ұшырған. Сосын кеше түнде, алдың күні түнде Ресейдің 3 әуежайы шабуылданған. Сосын Борисоглебск әуежайы жанып кеткен. Борисоглебск әуежайы жанып кеткен. Ой, біраз дүние болыпты. Енді мен 2 апта сөйлемедім. Ана жерде анау жанды, мына жерде мынау жанды деп, оның бәрін айтпайым, қысқасы түйіндеп айтқан досы енді. Қазақ қарызға қалай қайтарады дейді, Жүсіпбек сақтаған дейді. Мына кландардың ұрлаған ақшасын қайтарып, сол арқылы қарызды қайтарамыз. Енді біраз нәрсені айтайық. Негізі Курскі 1 миллионнан артық қала болған екен ертеде. Бірақ қазір одан орыстар жаппай Ресей Федерациясында соңғы кезде күйреу болған кезде кете бастапты да, сол бірнеше жүз мың орыстар кетіп, сол 1 миллионның ар жақ бер жағында қапты. Енді соңғы бүгінгі ақпараттарды айтайық. Теңіз жаяу әскерлері Херсон облысында ресейлік Панцир Си-1 жер әуе зымыран кешенін жойып жіберді дейді. Панцир Си-1 жер әуе зымыран кешенін жойды дейді. Теңіз жаяу әскерлері Херсон облысында ресейлік Панцир С-1 өздігінен жүретін зениттік зымырандарменен зеңбірек кешенін жойды. Укринформ агенттігінің хабарлауынша, бұл туралы әскери теңіз күштерінің 140-шы жеке барлау батальоны хабарлаған. 2024 жылдың жаңағы ақпарат. Екіншісі, Ресей еркіндігі легионы ресейлік сарбаздарды Курскіге басып кіру кезінде берілуге шақыратын үнпарақтар тарады дейді. Ресей еркіндігі легион дейтін легион бар ғой. Ресей еркіндігі легион дейтін. Орыс әскерлерінен құралған, Украинаның жаңағы территориясында тұрады, бірақ олар Ресейді азат қыламыз деген мақсатта Путинге қарсы күреседі. Ресей еркіндігі легионы дейді.
Бұлар енді қазір бүкіл Ресейдің жер-жерінде үнпарақтар таратуды бастаған, орыстарға арнап. Үндеулер, видео үндеулер қазір желіні басып кетті. Ресей шошығандық соншалық, Путин ютубты жауып тастады. Қазір интернет тақырындатты. Ютубте тыныш тұрмай, Google компаниясы ресейлік блогерлерге төлейтін жарнама ақшасын монетизацияны алып тастады, мысалы. Мен мысалы ютубке жарнама қоймаймын, менде монетизация жоқ. Мысалы, маған бір тиын түспейді жарнамадан, монетизация жоқ. Мысалы, ресейдің блогерлері бар. Оттап ішіп жаңағы былжырап неше түрлі сол биліктен де ақша алады, ютубтен де жарнама қояды, алып тастады. Енді жаңа Ресей еркіндігі легионның үндеулері орыстар қой салып жатыр. Қашанғы осындай құлдықта жүреміз? Неге бізде бір демократиялық еркін ел болмаймыз деп айтады екен. Сен неге соғыста қырылу керексің? Неге 500 миллион орыс өлді? 1,5-2 миллион орыс мүгедек болды. Қанша ата-ана ұлдарынан айырылды? Қанша әйел жесір қалды? Қанша бала әкесінен айырылды? Экономика ол күйреді. Путинді жамандап енді жазған, барлық қылмысын ашқан, оның шетелге тыққан ақшасы міне мұздатылды. Не пайда болды? Соның бәрін салса, Ресей былай дамыр еді ғой. Сол ақшаның бәрі Ресейдің мүддесіне қолданса, бізде мынау болмас еді ғой. Бізде мынанша пайыз жерде интернет жоқ, мынанша пайыз жерде канализация жоқ, мынандай жерде тіпті телефон байланыс жоқ. Біздің мына әлі Советтен Хрущевский 70 жыл 80 жылдық үйде тұрған халық мұншама, Москваның өзінде әлі Хрущевский үйде мұншама процент халық тұрады деп сұмдық жазып жатыр екен. Мен көрдім, желіге сапты. Енді мен орысша түсінбеймін, бірақ осындай орысша түсініп қоямыз. Білмеймін неге екенін. Шын, әзілім емес. Осындай орысша түсінемін, басқа орысша түсінбеймін. Енді бұл үнпарақ идеологиялық шабуыл. Идеологиялық шабуыл. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде неміс армиясы латын жазуында қазақтарға арнап үнпарақ таратқанын білесіздер. Алдыңғы шепте олар сол заман ұшақтан ұшырып, жаңағы зеңбірекпен атып, жаңағы зеңбірек аспанға атады, сосын жаңағы парашютпен секіртеді жылу шарменен. Сосын жерге қалың аспаннан жаңбыр құсап, қалың қағаз келеді. Сонда сол қағаздардың бір жаңағы несін мен бір желден тауып салғам ертеде. Сонда құрметті қазақтар деп бастайды. Қаны күймен қолданған ғой. Күйменен құрметті қазақтар. Сіздердің ата-бабаларыңыз орыстармен соғысқан, орыстар сіздердің ата-бабаларыңызды қырған, коммунистер құдайсыздар, олар дінге нанатын адамдардың бәрін қырады, Сталин бүйтіп қырды, не үшін сіздер орыстар үшін соғысасыздар, қолдарыңызда қаруларыңызды орысқа қарсы атқыздар, неге қазақтар сіздерді алдыңғы шепте жаңағы мина көмілген жерге біз итіміздің өзін аяп жүгіртпейміз, қазақтар сендерді жүгіртеді, орыстар анау мынау деген. Тура сол сияқты үнпарақты қазір Ресей еркіндігі легионы таратып жатыр. Енді анау Гордон бірдеңе жариялапты. Гордон ғой деймін, бір тақыр басып біреу бар еді ғой. Оның көп орысшасын түсінбеймін. Қайсы күні бір не деп отырып бір тыңдап қалдым. Алдың күні ма. Бізге қызмет істеген Украинаның жоғары лауазымды тұлғаларын біз жариялаймыз деп айтты ол. Ресей КГБ-сына жұмыс істеген, Ресейге ақпарат сатқан, украиналықтардың енді таңырқаған егі түсіп қалады. Біз солардың бәрін жариялаймыз деді. Егер оны біз жарияласақ, Украинаның халқы оны тұтып жейді дей ма, қысқасы. Мүмкін сол Украинадағы Ресейдің жасырын күштерін жарияладық деп, мүмкін Украинаның билігін ішіне іріткі салғысы келді ме? Жоқ. Ресей жеңіле бастағаннан кейін Ресейге жұмыс істеуден бас тартқан шпиондарды әшкерелеп, Украинаның қолымен сол шпиондардың көзін жойғысы келді ме? Жоқ, ол шпиондарға қоқыл-лоққы жасағысы келді ме? Белгісіз. Кезінде, екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Германия Сталиннің күдікшілдігінен, күмәнқорлығынан пайдаланып, Сталиннің ең атақты генералдарының барлығын сол Гитлердің шпионы, Германияның шпионы деген өсекті таратқызып, сөйтіп Сталиндің қолыменен ең атақты генералдарды өлтірткізген. Сталин оның генерал мықты әскери маман екендігі керек емес, ол тағымды алып қояма деп жаңағы өсекке сенеді. Оған дәлел факт керек жоқ, өлтіріп отыр. Мысалы, Еуропа, Америкада ешқандай президент, ешқандай дәлел факт болмаса, бір генералды өлтірем деп өлтіре алмайды. Ұзаса қызметтен алады. Сталинді өлтіре алады, Путинді өлтіре алады. Елім қазағым, айтпақшы, Қытайда сұмдық ауру қайта тарап жатыр. Бұл Қытайдан тараған ауру тағы да сол коронаның бір өзгерген түрі екен. Кеше Нью-Йоркта
арнайы полицияның машинасы, артында жаңағы дәрі шашатын машине, арнайы үгіт машинесі таратып, көшеге дезинфекция дәрілер шашып кетіпті. Нью-Йорктегілерден естідік. Вашингтонда шашты ма, шашпады ма білмеймін. Мен өзім көргем жоқ. Білесіздер, өткенде Байден де коронамен ауырдым деп ауырып шыққан. Білесіздер, мен Флоридаға барған кезімде майда ма бір ауырғам. Одан әгі бір тауға шығып, 2 күнде бір тауға шығып, тауда қонып, тауда шатырда демалып жүрген кезімде майым екен, Тілек Ниязбек екеуміз бір теңізде жүріп, мұхитта. Одан тауда жүріп бір лекция сөйледік қой. Ол қай кез екен, сол кезде бір ауырдым. Бәрі корона. Сонда біздің шаншымамыз не болды? Алған 2 реткі шаншымамыз, белгісіз. Бірақ ол короналар сол максимал 2 күн, 3 күн екен. Ол кезде мен өткенде Байден шалды ауырды. Енді Қытайда тараған бұл корона, бұл сұмдық болып жатыр дейді. Жастар қырылып жатыр дейді. Ал қарттар аман қалды. Алдыңғы жолғы коронада қарттар кетті ғой. Алдыңғы жолғы коронада Қытай 40 миллион дейма, 50 миллион пенсионерді өлтіріпті. Сөйтіп Қытай компартиясы пенсионерлерге жаңа бір айда $1 триллион пенсия төлеу дегенде. Енді ойлашы, Қытайда 55-60-та шығып алады. Мысалы, Қытайда пенсияға 60-та шығып болады. Сосын ол Қытай тепсем өлмейді ол Қытай. Қытайдың өлді дегені 90-да өлсе, жас кетті дейді. Қыршыннан кетті дейді. Өлген Қытай 100-ге жетіп барып өледі ғой, мысалы. Енді сонда 60-нан пенсияға шыққан шал кемпірге 40 жыл пенсия төлейді. Ол біздің қазақтың шал кемпірлері құсап 70-80-ге жетер-жетпей қисайып қалмайды ол Қытай. Ол Қытайдың шал кемпір деген біз таң намазына тұрмай жатып, Қытайдың шал кемпір тұрып алып, дискотекасын билеп, неше түрлі өздерінің бір бәлелері бар, секіріп, жаңағы бұтын керіп, аяғын керіп, еңкейіп, тоңқайып, сөйтеді. Біздің шал кемпірлер таңертең тұрып, дәретін алып, бір жаңағы 2 рақат сүннет, 2 рақат парызын оқып, маңдайын жерге 4 тигізсе, соған тәуба дейсің ғой, намазыма тұрып жатырмын әйтеу дейді мысалы. Олар секіріп ойнақтайды. Енді сол кезде қалың шал кемпір қырылған, 40-50 миллион шал кемпір қырылыпты дейді. Қазір тірі қалған шал кемпірлердің иммунитеті жақсы ма? Жоқ. Онда жастардікі де жақсы болса керек. Енді осы жолғы неде жастар өліп жатыр дейді. Сондықтан мен қазақтарға ескертемін. Температура түсіретін дәрілер, қан айналдыратын дәрілер, витаминдік дәрілер, әсіресе витамин С, анау мынау, тағы басқа тыныс алуға көмектесетін дәрілер, анау мынау, керек жарақты алып қойыңыздар. Керек жарақты алып қойыңыздар. Міне, бұл тағы да ауру тарапты. Кәдімгідей дабыл қағылып жатыр. Бұл биологиялық соғыс. Білесіздер, биологиялық соғыс. Қытай, мысалы, коронавирусты тарату арқылы қанша миллион адамды қырды. Өзінің де пенсия жатыба, пенсия алатын шал кемпірін қырып тастады. Мысалы, Еуропа, Америка қанша зиян, бүкіл дүниесінің экономикасын шайқалды. Алдыңғы жолы кеңірдектен Трамп қысып жатқан кезде, осылар биологиялық соғыс қозғайды, сарыс ауруын таратып еді 2003. Сөйтіп таратады деп едім, айтқаным о кезде де дәл келді. 2020 жылы январдың 1 күні Қытайда сұмдық ауру тарады, шекараны жабыңдар деген лекция сөйледім. 3 минуттық лекция. Айтпай қазақтар қырылып қалды. Мен соны 2020 январдың 1 күні сөйлегем. Міне, ютубте тұр. Қазір де сұмдық ауру тарады. Сол кезде де айттым, қалаларды құрса, Қытаймен қарақатынасты шекараны жап, қазір екінің бір егіздің сыңары, еріккен елдің бәрі айту Қытайға барғыш екен. Блогердің бәрі Қытайды мақтап, тура оттап кетіпті. Ана дос көшім деген сүмелек шығып, қазір жаңағы Қытайды дәріптеп, тағы бір сүмелекті тауып апты. Бір сотталған түрмеде отырған бір тайпашыл, жаңағы қураған сүйектен кітап жазатын бір сүмелек бар еді, тайпаластарының ақшасын жеп. Соны шығарып алып, Қытай қауіпті емес, бізді ешкім жаулай алмайды деп, Қытайды үгіттеп жатыр екен. Кімде-кім Қытай қауіпті емес десе, оны Құдайдың ұрғаны. Ол нағыз лағнеттелген адам. Қытай қауіпті емес деп айтқан адам, шайтан тақуа, шайтан мұсылман деп айтқан адаммен бірдей. Кімде-кім бізге Қытай қауіпті емес, Ресей қауіпті емес, Қытай мен Ресейден біздің ата-бабамыз бәленбай, Қытай мен бәленбай 1000 жыл, Ресей мен Түгенбай 100 жылдан біз жаңа ұрысып келеміз, соғысып келеміз, бірге өмір сүріп келеміз, қауіпті емес деген адам, ол лағнет шайтаннан өтіп кеткен адам. Ол бейне лағнет шайтан, тақуа мұсылман, ол жәннаты болады деп айтқанмен бірдей сөз. Дос көшімде ұмытып қалды. Енді ол оттап халифа құру керек дей ма,
қалипа бірдеңе дейма оттап кетіпті. Бұл аяқ астынан тыныш самұрық қазынадан ақша алып, қызын Еуропада оқытып, сөйтіп жүрген дос көшім аяқ астынан неғып жұлдыз болып шыға қалды. Не қылған қалипа? Тура сол қалипа құру деген, қалипа, мәлипа деген сөзді сен айтшы, сақ етіп ертең соттайды. Сені діни радикалист деген қылмыс артады. А дос көшімді соттамайды. Неге? Оған сондайды айтуға рұқсат беріп қойған. Ол үруге рұқсаты бар, лицензионный ит. Лицензионный ит. Совет кезінде КГБ Сәбит Мұқановты пайдаланды. Сәбит Мұқанов қырды қазақ интеллигенциясын. Совет кезінде Сәбит Мұқановтан кейін кімді? Шақановты пайдаланды. Шақалыпты. Оны тракторшыны екі сыныптық сауаты барды, Москвада депутат қылды. Москвада жергешін өткізді. КГБ-ның фильтрінен өткен адам ғана Советтің депутаты болады, естеріңізді айтайық. Москваның депутаты болу деген анау мынау емес. Ол бүйтіп қарап, әбден жүрегін тексеріп, тамырын ұстап, енді сен мынандай маймыл боласың, кеудесіне қаңылтыр орнатып береді, қаңғырлататын. Халқым, қазағым деп жаңағы. Еуразиялық экономикалық одаққа қол қоятын кезде тіл, ойбай, тіл дейді. Шанхай тағы бірдеңе одаққа, Ресеймен тағы бір одаққа, ОДКБ одағына қол қояды, ойбай, тіл деп жаңағы алжыған жүз шалдың қолын қойып алып даңғырлатып бүкіл телевизорда даңғыр етіп шығатын жаңағы сондай. Ал үріңдер қойған, бір үргістік қойған, тілді қойған, өмір іске аспайтын тілді көтердік қойған. Дос көшім сол қазіргі. Қалипа, малипа деп оттап жатыр. Неге? Ақордада үлкен өзгеріс. Енді бір діни секталарды, жаңағы секта бастар түрмеден шығарды ғой. Енді сөйтіп бір діни секталардың басын қосып, бір сөйтіп бір өздерінше бірдеңе жасаған жүр. Тағы бір ойын шоу, Тоқаевтың алдағы өтірік сайлауына ма, жоқ бір өтірік референдум ба, тағы да бір кезектен тыс сайлау өткізіп жібере ма, кезектен тыс ойламаған бір референдум өткізіп Тоқаевты 10 жылға сайлап қоя ма? Бәрі дайындап жатыр. Мына майбылдардың бәрі сол. Мына қазақ ұмытшақ. Кеше бүкіл қазақты алдаған, сайлауды өзінше бір шынайы талас тартыс, шынайы президенттік сайлау, президенттік дода болған сияқты болу үшін тек шоу жасауға ұйымдастырылған кім еді? Әміржан Қосанов болатын. Бүкіл қазақты алданды. Сонда қазақтың не бір қасқасы мен жайсаңы да алданды. Алданбаған көз ашық санаулы адам болды. Сол Әміржан Қосановтың бас дос одақтастары болып бірге жаңа Қазақстан деп оттап ішіп жүрген сүмелектердің басында кім тұрады? Дос көшім тұрады. Расул Жұмал тұрды. Айдос Сарым болды. Абзал Құспан болды. Абзал Құспан. Қазір Абзал Құспан депутат, Айдос Сарым депутат, Расул Жұмалы дипломат, Еуропада бір елге дипломат. Дос көшім самұрық қазынадан майлы жілігін суырып отыр. Енді осында үретін кезде ана шалды алып шықты да, ал қалипа деп үрдеді, үргістіп қойды. Қазақтар, ұмытып қалмаңдар, саяси алаяқтар сахнаға қайта шығып жатыр. Ойбай, енді дос көшім осы тілдеді. Әр жылы орта мектеп бітірген балаларға фамилияңды обан ал деп үгіттейді. Жақсы кісі еді, енді жақсы ғой, енді түрі жақсы кісі, дауысы жақсы, күлкісі де жақсы деп оттап, содан кейін сондай өңкөй саяси алаяққа алданып келді 30 жыл. Өңкөй алаяқ. Өңкөй алаяқ. Одан кейін діни алаяқтар шықты, жаңағы секта бастар. Халықтың қазынасын ұрласа халал, өздері алса халал. Халықтың қазынасын ұрласа халал, харамдық па, бірақ олар алса халал болатын. Міне секта бастарды. Осы алаяқтардың қай-қайсына, діни алаяқтар, саяси алаяқ, бұл жезөкшелер бұлар. Кәдімгі арсыз, сасық жезөкшелер. Құрттап кеткен жезөкшелер. Енді осы жезөкшелер сахнада жүр қазір. Бұл не білдіреді? Бұл үлкен бірдеңкеге дайындық жүріп жатыр. Анау кезінде бір мектептің директоры болған, одан сол мектепке мұғалімдікке кім барады? Бәлен миллион теңге пара. Бір жылдық па, 2 жылдық айлығы бермейді, бірақ параға бересің, сосын жаңағы жұмыс істететін директор парақор. Сосын сол мектептің бүкіл қызғырқынына жаңа қырындайтын жаңағы айғырлық. Өзі бір айғыр үйір құрбаған бір команда. Кезінде Алматыда жүргенде бүкіл Сайна Сейфуллиннің жұлдызы болған бір кісіні оттатып, онда шығып, ойбай, Қытай қауіпті емес деп оттай қапты. Ол не? Осы қалың қатын қалаштың қырындай беріп, ақшасын ала беріп, кім жұмысқа келеді, пара алады, биыл жұмысқа алады, келер жыл қайта шығарып береді, одан тағы пара алады, әбден езгеннен кейін, соның ұстасқандары оның пара алып отырған жерінен түрмеге тыққан Назарбаев кезінде. Сонымен оның жақтастары, кландары, тайпаластары жанашып құтқарған.
Сонымен енді ол саяси сахнаға шыға алмай мүсәпір болып бейшара болып жаңағы таланып қалған ит құсап ана қалың ауылдың итіне қосыла алмай бір таланған көзі ағып кеткен жалғыз көз бір иттер болады ғой, не бір аяғы сынып қалған қабырғасы сынған иттер бір жақ шетте сүлмірейіп тұрады ғой, сүйекке жетпей сөйтіп қалған. Енді соны жаңағы дос көшімі бар, Қытай бар тауып алған. Неге? Ол бәлен жыл ол жаңағы сүйек жуынды жетпей қалды ғой. Енді оны Қытай ақшасын беріп әкелді. Енді жаңа Қазақстаннан, ескі Қазақстанның қылмыскерін жаңа Қазақстанда жұлдыз жасап жатыр. Мақсат не? Қытай қауіпті емес, Ресей қауіпті емес, тағы қалипат, салипат, анау. Ақорда қазақтардың басын айналдыратын тағы бір тұтқиыл бір саяси операцияға дайындалып жатыр. Бүкіл телеарнаңыз Қытайды үгіттеп кетті. Бүкіл блогерің Қытайды үгіттеп кетті. Бүкіл жаңағы үруге рұқсаты бар иттерменен билеуге рұқсаты бар маймылдар Қытайды үгіттеп кетті. Ұлттық арна, хабар, бүкіл телеарнада Қытай. Менің Алтайым деген Қытай түсірген сериал, Қытайдың қызы қазақтың жігітіне тиетін үгіттеп жатыр. Ойбай, Қытай байып кетті, Қытай дамып кетіпті. Атаң басы Қытай, сен жарылқайды. Қақаған, қар басқан қыста Қытайдан қар сұрасаң бермейді. Көлдің бойында отырып бір тамшы су сұрасаң бермейтін Қытай ол. Қытай айналасын тарихтан бері қанадай жойып келе жатқан жауыз ел. Мынау әзіргі Қытай, нағыз Қытай дейтін халықтың оннан біріндей ғана жерде тұрған ел, қазір сол территориясын 10 еседен артық кеңітті. 10 еседен артық кеңітті. Ол анау теңіздің жағасында орталық центральный Қытайда құрттай ғана ел болады. 10 еседен артық. Ол бейне анау московский князьдік сонда тұрған сияқты құрттай Москва князі, алтын ордаға құл болған Москва князі, қазіргі бүкіл Россия қандай жер әлемдегі бірінші территорияны алды, сонымен бірдей ол. Қазақтар дайындалыңыздар. Бір үлкен саяси бір былық бірдеңе келе жатыр. Үлкен бір саяси былық келе жатыр.